Енді не істейміз, енді не істейміз, енді не істейміз, енді не істейміз. Ал осы видеода мен саған Жако деген Нубиктің арнасын ұсынамын. Бұл арнада өте қызықты видеолар шығып отырады. Гоуте осы Жаконың арнасына барлығымыз тіркеліп, жанындағы қоңыраушасына басып кетейік. Бұл арнада әзірше 2 ғана видео. Гоуте осы соңғы видеосына барып, Клиффидан келдім деп комментария жазып кетеміз. Осы балаға тіркелеміз, сілтемесі төменде. Йоу, ассалаумағалейкум достар, сендермен біргемен тағы да Клиффи арнасы. Және бүгінгі видеода мен сендерге ютуберлер қай елге ұқсайды деген рубриканы түсірейін деп отырмын. Гоуте осы видеоға лайктарымызды басып, менің арнама тіркеліп отырамыз. Ендеше мен өзімнің видеомды бастай беремін. Йоу, мінекей достар, енді біз өзіміздің кереметте ойынымызға да келіп жеттік. Және де біз Слаймс деген картада ойнап жатырмыз. Және де мен сары командасындамын. Иә достар, бүгінгі видеода мен Градиент деген программаны қолданып, қазақ ютуберлері қай елге ұқсайды деген рубриканы түсірейін деп отырмын. Және де мен бұл видеода тек қана қазақ МКП-сіндегі ютуберлерді ғана алып емес, Алик-KZ, Нони, тағы да басқа осы сияқты ютуберлерді де қостым. Ал тамашалай беріңіздер достар. Ал ең бірінші орында бізде Алик-KZ. Алик-KZ ағамыз Жапон еліне 39%, Индияға 38%, Қазақстанға 21%, ал мынау 4-ші Чоза ел Джежишпа сондай, сол елге 2% ұқсайды екен. Алик ағамыз ең қатты Жапон еліне ұқсайды екен. Келесі орында бізде Кьюбро. Кьюбро ағамыз 50% Жапон елінде, Индияға 30%, Америкаға 17%, ал Сауд Арабияға болса 3% ұқсайды екен достар. Келесі орында бізде Нони-KZ ағамыз, ол 55% грекке, 30% Джежишқа, ал 14% Қазақстанға, 1% Канадиан деген елге ұқсайды екен достар. Енді осы мен айтып жатқан, осы видеоға қосқан қазақ ютуберлерінің барлығы комментарияға өзінің пікірін жазып кетсе өте күшті болатын еді. Келесі орында бізде Нұр Channel. Нұр Channel 75% Джежиш еліне, 17% Жапон еліне, 7% Қазақстанға, ал 1% Катари деген елге ұқсайды екен достар. Енді Катари деген Чоза ел балдар, комментарияға жазып кетіңіздер, ондай елді мүлдем естімеппін. Келесі орында бізде Темірлан Болат. Темірлан Болат 54% Кореяға, 29% Португалияға, 14% Қазақстанға, ал 3% болса Бразилияға ұқсайды екен достар. Енді мұна жақта Денфи, Шалгер дегендер ренжіп отқан шығар, не үшін мені қоспады деп. Ал енді достар, біз МКП-шілерге кеттік. Келесі орында бізде Денфи деген ютубер. Денфи 71% Қазақстанға, 23% Мексикаға, 5% Португалияға, ал 1% болса Бельгияға ұқсайды екен достар. Ендеше келесі орында бізде Шелзи. Шелзи 52% Жапон еліне, 25% Норвегияға, 12% Қазақстанға, ал 11% болса Суэдишқа ұқсайды екен достар. Енді Шелзиді неліктен қостың десеңіздер, өйткені Шелзи баяғыда МКП түсірді. Сол себепті мен Шелзиді олдовый ютубер ретінде осы видеоға қосып отырмын достар. Ал келесі орында бізде Шалкер деген ютубер алады. Ол 50% Қытайға, 37% Украинаға, 12% Қазақстанға, ал 1% Катари деген елге ұқсайды екен достар. Ал келесі орында бізде Вегас. Вегас 45% Жапон еліне, 35% Қазақстанға, 19% қандай ел? Сол елге, ал Францияға 1% ұқсайды екен достар. Балдар, енді шыны керек, енді мына жерде көп елдерді мен білмеймін десек те болады, сол себепті ренжімейміз.
Келесі орында бізде Мәтчан деген чорт алады, ол 58% Норвегияға ұқсайды екен, ал 20% Данияға, 13% мен білмейтін елге ұқсайды, ал 9% Сауд Арабияға ұқсайды екен достар. Енді солай, енді осымен біздің видеомыз аяқталды достар. Осы видеоға лайктарыңызды басамыз. Сендермен бірге болған мен Клэйфи. Амандықта, саулықта жүздескенше, давайте балдар.